Елбасының 2019 жылды жастар жылы деп жариялау өңір жастарының бойына қанат бітірді. Жуырда мемлекет басшысын қолдау мақсатында жас ақын Нұрсұлтан Надиров Тұран мектеп гимназиясында «Менің әкем мен үшін дара туған» атты өзінің алғашқы жеке шығармашылық әдеби сазды кешін ұйымдастырды. Шараға ақынның ата-ана, бауырлары, мектеп оқушылары мен ұстаздар қауымы қатысты. Әрбір перзент үшін бұл өмірде асқар тауы, арқа сүйер тірегі болған әкелердің орны бөлек. Жас ақын Нұрсұлтан үшін де әкесі өзгелерге еш ұқсамайтын дара туған. Оның шалқар шабытын оятқан да туған әкесі. Кеш шымылдығын ақынның нағашы атасы Келденбай Байниязов ашып берді. Ақындық өнер әкенің қан арқылы берілген қасиет екенін айтып, жиен немересінің болашағынан үлкен үміт күтетіндігін жеткізді. Талабым тауда екен балам, енді Құдай бет алдыңнан жарылқасын, өнерде өлең жазумен бастаған екесін, өмірде жолдас қылып, шаршамай алып өте бер деп айтқым келеді. Және баламыздың осындай халге жетіп, сіздердің алдарыңызда кеш өткізіп атқанына мен өте қуаныштымын. Шараға кәсіподақ ұйымының төрағасы және ақын Сержан Құлдырағұлы арнайы жыр шашуын ала келіпті. Ұстаздық қызметімен ақындық өнерді қатар алып жүрген жас ақынның жазғаннан жазары көп боларына сенім білдірісті. Өзі география пәнінен сабақ берсе де, қиыншылығы мол ұстаздық пен ақындық өнерді жанына серік етіп жүргені бізге көңілімізге қуаныш ұялатты. Ол бүгінгі күні балауса жырлар арқылы әкесіне арналған, анасына, бауырларына, достарына арналған балауса жырларын оқыды. Қазіргі оқыған өлеңдерінен тақырыптық аумағы тар болғанмен, келешекте ел, жерге, отан туралы отты жырлар жазатынына бізге сендіре түсті. Біз Нұрсұлтанға бүгінгі поэзия кешің құтты болсын, жазғаныңнан жазарың көп болсын, ел мақтанышына айналатын ақын бол дегіміз келеді. Кеш барысында ақынның қаламы мен ұшқыр қиялынан туған сан түрлі тақырыптағы өлеңдері оқылды. Жиылған жұрт ата-ана, бауыр, отан-анаға арналып жүректі жарып шыққан жырларын ерекше ықыласпен тыңдап, қошемет білдіріп отырды. Әке, сенсің менің ең алғашқы ағартушым. Мен өзіңнің өмірге қаланушым. Менде жолға бұл өмірді сыйға тартқан Алладан кейінгі сен жаратушым. Бұл шығармашылық кештің негізгі мақсаты жалпы 2019 жылды Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елбасымыз жастар жылы деп жариялады. Осы жастар жылы деп жарияланғаннан кейін бұл елбасымыз тарапынан жастарға деген үлкен сенім артқандығының бір айқын көрінісі болды. Осы елбасымызды қолдау мақсатында, саясатын қолдау мақсатында осы Тұран мектепте «Менің әкем мен үшін дара туған» атты шығармашылық кешті өткізіп жатырмыз. Артынан ерген шәкірттеріне де ақындық өнердің сәулесін шашып, дәнін сеуіп жүрген Нұрсұлтанның отты жырларын ізбасарлары да құлшына жырлатты.